Өте жылдам хабарнама. Өте жақсы жаңалық, жалақы мөлшері көтеріледі. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Елімізде кейбір санаттағы азаматтардың жалақысы көбейетін болды. Авторлық қолдау орталығы. Әлеуметтік кодексінің жобасы аясында кейбір санаттағы азаматтардың жәрдемақысы 14,5%-ға артады деп хабарлайды бүгін.кз порталы. Сенат әлеуметтік кодексінің жобасында талқыланған барысында депутат Ләззат Қалтаев кімдердің жалақысы көтерілетінін айтты. Азаматтардың кейбір санаты сонымен қоса үшін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және арнайы мемлекеттік жәрдемақы 14,5%-ға өседі, деді ол сенаттық жалпы отырысында. Олар мүгедектігі бойынша ауыр салмақты асыраушыларынан айырылғандары бойынша мемлекеттік әкімшілік жәрдемақы алатындар, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырғандар, бірінші топтағы мүгедектігі бар адамға күтім жасайтындар, сессия қуғын сүргін құрбандарына, сонымен қоса саяси құрғын сүргіннен зардап шеккендер, мүгедектігі бар немесе зейнеткерлер адамдар. Екіншісі, сонымен қоса ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған адамдар. Сенат депутаттары әлеуметтік кодексінде қабылдады. Бізді тамашалап жалғастырыңыз.